Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып пісетін пирожкилер дайындайтын боламыз. Бұл кереметтей пирожкилерді сіздер майға да қуырып пісірсеңіздер болады, немесе духовкада пісірсеңіздер де жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Керекті заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Бізге керекті заттар жылы сүт, жылы су, ерітілген сары май, ашытқы, тұз және де құмшекер, електен өткізілген ұн міндетті түрде қажет болады. Толық құрамын описание бөліміне грамдарына дейін жазып қоятын боламын. Қамырын илеу үшін ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып аламыз. Міндетті түрде жылы болу керек. Содан соң ерітілген сары майымызды құйып аламыз. Сары май міндетті емес, яғни жоқ болса маргарин салуға да болады. Содан соң тұзымызды, ашытқымызды, құмшекерімізді салып, барлығын жақсылап салып аламыз да бір келкі болғанға дейін, яғни венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Содан соң міндетті түрде електен өткізілген ұн болу керек. Ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамырымызды қолдың көмегімен илеп алатын боламыз. Міне, яғни қамырымыздың жақсы көтерілу үшін балғын ашытқы қолданған дұрыс, яғни мерзімі өтіп кетпеген. Сол жағында қадағалағандарыңыз дұрыс. Содан соң үйі қанғанға дейін әбден жақсылап илеп аламыз да, дайын болған қамырымызды, яғни осындай пленкамен немесе пищевой пленка бар болса, осылай бетін жауып, жылы орамалмен орап, жылы жерге бір немесе 1,5 сағатқа қалдырамыз. Енді осы аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасына мен алдын ала 2 пиязды турап дайындап қойдым осылай ұсақтап. Содан соң, яғни кішкене сұйық май құйып, баяу отта пиязымыз жұмсарып қызарғанша қуырып аламыз. Ал бұл жерде картопты осылай қайнатып алдым, үстіне су құйып, енді жаңағы картоптың үстіне пиязымызды салып, осылай салып аламыз. Жаңа қуырылған пиязымызды көріп тұрғандарыңыздай мен картопты, яғни алдын ала пюре сияқты езіп дайындап алдым. Және де дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Картоптың үстіне езген кезде кішкене сүт және де азырақ сары май қосып жіберсеңіздер, пюрелеріңіз өте дәмді болып шығады. Ол жерлері менде видеода түспей қалыпты. Көріп тұрғандарыңыздай пюре жаңағы салмамыз дайын болып тұр бізде. Енді осы аралықта, яғни біздің қамырымыз ашып көтеріліп дайын тұр. Менде шамамен 1,5 сағаттай тұрды. Дайын болған қамырымызды пышақтың көмегімен осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Және де сол бөлінген бөліктерін көз мөлшерімен тағы да осылай бөліп шығатын боламыз. Егер сіздер пирожкилеріңізді сатылымға немесе тапсырысқа пісіретін болсаңыздар, онда қамырды таразымен өлшеп бірдей етіп кесіп алсаңыздар, әдемі болып шығады. Мінекей осылайша қамырларымыздың барлығын бөліп аламыз. Енді бөліп алған қамырларымыздың әрқайсысын жақсылап осылай көріп тұрғандарыңыздай дөңгелетіп аласыздар. Дөңгелетіп етіп алған қамырларымыздың барлығын міндетті түрде, яғни бетін жауып қойыңыздар, өйткені құрғап кеуіп кетпесі үшін міндетті түрде бетін осылай жауып қоясыздар. Содан соң қамырларымыздың, яғни шетінен алып, бетіне кішкене ұн себе отырып жайып алатын боласыздар. Қатты жұқа етіп жібермей, орташа қалыңдықта жайып алатын боласыздар. Жайып алған қамырымыздың ішіне салмамызды салып, пирожкилерімізді түйіп шығатын боламыз. Пирожкилерді түйу барысында да кішкене мұқият болыңыздар, өйткені екі шетін бір-біріне, яғни қатты жабыстырып, біріктіріп шығыңыздар. Екі шетін бір-біріне қаттырақ жабыстыра беріңіздер. Жабыстыру барысында да өте мұқият болған дұрыс, өйткені қуыру барысында ашылып кетпеуі керек. Мінекей пирожкилерімізге әдемі форма беріп, осылай барлық пирожкилерімізді түйіп алатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, немесе ұнап жатса, қазақша каналымның дамуына әрі қарай өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, өз пікірлеріңізді де жаза кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды.
Міне ішіне салмасын салып, осылай екі шетін қаттырақ басып, пирожкилерімізді әдемі формаға енгізіп түйіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей барлық пирожкилерімді мен осылай түйіп алдын ала дайындап алдым. Ал енді осы аралықта табамызға май құйып, майымыз қызғаннан кейін пирожкилерімізді салып, екі беті қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Газдың астын орташадан төмен етіп, яғни төмен отта осылай екі беті қызарғанша жақсылап пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін міндетті түрде осылай тарелкамызге майын кішкене ағызып салып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пирожкилеріміз қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға үлкен рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.